Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын, ауызда еритін балмұздақ тәрізді сүзбелі пирогтың рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, және каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал ендеше пирогымызды бастаймыз. Ең әуелі бөлме температурасындағы сары майымызды таза ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне қантымызды саламыз және шанышқының көмегімен қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Содан соң үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да шанышқымен араластырып аламыз. Барлығы бірігіп араласуы қажет. Енді осы уақытта ұнымызға разрыхителді қосып аламыз және иліктен өткізе отырып, бәрін бірден емес, шетінен қоса отырып, жақсылап алғашында осылай шанышқының көмегімен араластырамыз, кейіннен қолымызбен араластырып, жұмсақ қылып қамырымызды илеп алатын боламыз. Құрамына қажетті заттарды төменде описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Осылай қолымызбен барлығын араластырып, біркелкі жұмсақ қылып қамырын илейтін боламыз. Қамырды көп мөлшерде қоспаңыздар. Мінекей сонда бізде жұмсақ қамырымыз пайда болады. Енді осы қамырымызды алдын ала формамызды дайындап алып, формамызға жайып шығатын боламыз. Шет-шетінен дәл осылай видеодағыдай бортиктарын жасап, қамырымызды біркелкі қылып, жақсылап жайып аламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, кез келген формада жайыла береді. Бұл пирог менің тапсырысқа жасап жүрген пирогтарымның бірі, сондықтан қорықпай жасай берсеңіздер болады. Мінекей дайындап алдық, енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай сүзбеге, яғни творогқа қантымызды қосамыз және жұмыртқаны саламыз. Қаймағымызды қосып аламыз. Және 2 ас қасық кукуруза қосамыз. Кукуруза болмаған жағдайда 2 қасық ұннан қосып жіберсек те болады. Барлығын жақсылап блендердің көмегімен езіп аламыз. Блендер болмаған жағдайда шанышқының көмегімен езіп алсаңыздар да болады. Мінекей бізде осындай қою массамыз дайын болды. Енді осы дайын болған массамызды бағанағы қамырымызды дайындап қойған соның үстіне құйып алатын боламыз. Қасықтың көмегімен бетін барлығын тегістеп аламыз. Енді қалауларыңыз бойынша бетіне түрлі жеміс-жидектер қойсаңыздар болады, немесе қоймай-ақ қойсаңыздар да болады. Шанышқының көмегімен немесе қасықтың көмегімен осылай шет-шетін басып шығамыз. Қызып тұрған пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста 35-40 минутқа салып аламыз. Уақыты пештің қызуына байланысты, сондықтан пештеріңізге қарайсыздар. Мінекей достар, осымен біздің пирогымыз дайын болды. Қараңыздар, өте керемет болып шықты. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Достар, және қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, және WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар да болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.